Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев тұрғындарды онлайн форматта қабылдап, әрқайсының мәселесін мұқият тыңдады. Министрлік құзыретіне кіретін мәселе бойынша жауапты мамандарға тапсырма берді. Кезекті қабылдауға бұл жолы Қазақстанның 5 өңірінің азаматтары тіркелген. Нұрсұлтандық тұрғын қылмыстық істің ұзаққа созылып кеткенін айтты. Ішкі істер саласы қызметкерінің жесірі жалдамалы пәтерді жекешелендіруге көмек қажеттігін алға тартты. Асыраушысынан айырылған әйел жұмыспен қамтылды. Бұл мәселеде қараусыз қалмайтын болды. Дауда қалмайсыз, жұмысқа сізді алдық, пәтерді шешіп бердік. Уақытша болса да, бірақ та тұратын жеріңіз бар. Балаларыңызды жылы үйде қазір отыр. Ар жағын мен айтым ғой, қалдырмаймыз. Алты жыл бұрын несиеге алған пәтерінен айырылған ана араша сұрап хабарласты. Жеке сот орындаушысы мен мүлік бағалаушының үстінен іс қозғалған. Баса көктеп, баспанасынан қуып шыққандар тиісті жазасын алса дейді Қарағандыдан хабарласқан тұрғын. Нұрсұлтан қаласы, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевпен тікелей байланысып, көкейдегі сауалға жауап алды. Арыз шағым ғана емес, онлайн кездесуді пайдаланып, ішкі істер саласы қызметкерлерінің ісіне алғыс айтқандар да болды. Арыз шағыммен емес, алғыс айту үшін қабылдауда тұрмын. Бүгінгі азаматтарды қабылдап, азаматтардың жеке басы мәселесімен қабылдау жүргізіп жатқандарыңыз үшін көп алғысымды білдіремін. Айтайын деген мәселе, мен 2018 жылы Астана қаласы ішкі істер департаментіне алаяқтық фактісі бойынша шағымданған едім арыздан. Алаяқ 2-3 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылдық. Сот кезінде бүкіл дәйек бәрі дәлелденді. Соған мен алғыс хатымды жазған едім. Айтмағамбетовке, Тоқатовқа, сосын Көпбосыновқа. Осындай жақсы қызметкерлер полицияның абыройын асырып жүрген мадақталса екен, ішкі істер министрлігі сіздердің тарапыңыздан лайықты бағасын алса екен еңбектеріне деп. Полиция қызметкерлері ашық деп өзіміз айттық. Қазір еститін мемлекет деп бәр жерде фронт офистер ашылып жатыр. Ішкі істер департаменттерде, басшылығында, аудандық бөлмелерде, учаскелік пункттарда соның өзінен бастап, сол төменге дейін осы жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді тағы ұсыныстарыңыз болса айтасыздар. Енді сізге де алғысымды білдірем. Осындай біздің қызметкерлерге баға беріп, өз артыңыздан ұсыныс бергеніңізге. Елге жақын полиция, халық үнін еститін мемлекет тұжырымдамаларын негізге ала отырып, ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев бұқарамен ашық жұмыс атқаруды көздейді және талап етеді. Еститін мемлекет идеясы халықпен байланыс орнату көпірі болса, оны жүзеге асырудың бірден-бір жолы тұрғындарды қабылдау. Бұл көптеген мәселенің шешімін жеделдетудің тиімді жолы, оңтайлы тәсілі. Әр азаматтың ішкі істер қызметіне қатысты немесе осы саламен байланысты талап тілегі, арыз шағымы мен мәселелері ескерусіз қалмайды.